Женский счастье гүлін өте қатты ұнатасыз, бірақ сатып алғаннан кейін өлтіріп ала беретін болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз, сізге өте жақсы шешімді айтатын боламын. Женский счастье гүлі табиғатында өте ылғалды болоталы жерде өсетін болғандықтан, бұның топырағы жартылай қышқыл, яғни слабо кислый топырақ болуы керек деп есептелінеді. Және де фитильный горшокқа осындай минералды грунт жасап, кішкене верховой торфтан қосып, минералды тастарының барлығын өте көп мөлшерде қосып, арнайы дайындалған минералды грунттар бар, қыздар тапсырыс беремін десеңіздер, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, төмерге мен номерімді қалдырып кететін боламын. Осылай жақсылап арнайы женский счастьеге деген топырағымызды дайындап араластырып алғаннан кейін корневой системасына өте қатты зақым келтірмей барлығын жайменде босатып аламыз. Түбіндегі тұрған қатып тұрған, түбінде тұрған кокосовый субстратты қатты босатпауға да тырысамыз. Ең бастысы тамырының қайда өсу керектігін көрінсе болды. Осылай фитильді жүргізіп, мен бұл жерде 2 жіп жүргізгенмін. Фитильді жақсылап жүргізіп, суды дұрысынан тарту үшін тамырын осылай орналастырамыз. Ең бастысы горшогы өте қатты үлкен болуға болмайды. Егер де үлкен горшокты таңдап қоятын болсаңыздар, су құйған кезде топырағының барлығы ылғалды болып, тамыры шіріп кетуі мүмкін. Отырғызып болғаннан кейін міндетті түрде антистрессовый препарат цирконнан 4 тамшы тамызып, бірінші поливті үстінен суғаратын боламыз. Бұның астында фитилін пока жұмыс жасатпаймыз. Бірінші су құюды үстінен суғаратын боламыз. Және де осы цирконды кішкене стресстен шығару үшін, адаптациядан өткізу үшін қыздар жапырақтарына да 3-4 күн бойы сеуіп тұрсаңыздар болады. Мінекей осылай тапсырысқа отырғызылған женский счастье гүлінің жоғарғы жағына декоративті тастарды орналастырып, осылай егесіне салып жібердім. Сіздер де осындай пересадкасымен гүлдерге тапсырыс берсеңіздер де болады. Гүлдердің топырақтары, дәрі-дәрмектері және де препараттары, гүлдерді үйренемін десеңіздер, гүлдер курсына да қатыссаңыздар болады.